Жігіттің наласы. Ертеде бір палуан жолаушылап келе жатып, жол-жөнекей бір үйге құдайы қонақ болады. Өзі атақты бір палуанмен күресіп жеңіп келе жатқан беті екен. Дастархан басында әлгі палуанды қалай жеңгенін қайта-қайта айтып мақтана берген көрінеді. Ал оның айтып отырған палуаны босағада шай құйып отырған келіннің ағасы екен. Бауырын жығып, онысын бөлісіп айтып отырған құдайы қонақтың әңгімесі келіннің намысына тисе керек. Шыдамы әбден сарқылып әлгі қонаққа қарап: "Сіздің айтып отырғаныңыз менің туған ағам болады. Жеңгенің рас болса, менімен күресіп көр, күшіңді сынап көрейік" дейді. Нәзік жанды әйел адамның бұл әңгімесі палуанның қыдығына тиіп кетсе керек. Шамданып қалған ол: "Мына қатын не деп оттап отыр? Боз кілемге астыма салып біраз илейтін екен" деп мазақ етеді. Одан сайын ашуланған келін: "Қанша дегенмен осал жердің қызы емес қой". Мақтаншақ палуанға қарап: "Мықты болсаң шық кілемге" дейді. Екеуі боз кілемнің үстіне күресіп кеп береді. Алғашқыда өзіне толық сенімді болған жігіт келіншектің күресіне немқұрайлы қарайды. Бірақ болдыратын емес. Әбден ашуға булыққан әйел палуанды атып ұрып астына басып біраз отырады. Еркек басымен әйелден жеңілген палуан кірерге тесік таппай әбден қорланады. Үйге қарайтын беті жоқ. Содан бері басы ауған жаққа қарай ауып кеткен екен. Әйткенмен жігіттің наласы бар ғой. Палуанды жеңген әлгі келіншек көп өтпей қатты ауырады. Ол уақытты қазіргідей дәрігер де жоқ. Ел аузында жүрген бір емшінің дерегін алып іздеп барып жағдайын айтады. Сонда оны әлгі емші ары-бері қарап: "Сенің кеселің өте ауыр екен. Ер адамның үстінен аттап кеткен жерің бар ма еді? Егер бар болса, сол еркекті тауып кешірімін алуың керек. Сонда ғана саған дертіңе шипа болады" дейді. Сырқаты жанына батқан келіншек қасына күйеуін ертіп баяғы өз жеңген палуанды іздеп жолға шығады. Ай жүріп, апта жүріп әлгі палуанның еліне барса, ол әлдеқашан ішқұса болып өліп кеткен екен. Енді қайтеді? Міне осы жерде әйел адамның ақылды болатыны тағы бір дәлелденеді. Ол ең болмағанда палуанның киімі бар шығар, соны беріңдер. Палуанның өзімен күрескендегі киген шекпетін сұратып алады. Оны өз күйеуіне кигізіп 3 рет басын иіп кешірім сұраған екен. Содан көп ұзамай түс көріп, түсінде палуанның кешірім бергенін аян арқылы біледі. Осылайша ол ауруынан құлан-таза айыққан екен. Бұдан шығатын нәтиже: ешқашан әйелді кемсітіп, төркінін тілдеп намысына тиюі болмайды. Екіншіден, мейлі ол бала болсын, әйел адам еркектің үстінен аттауға да болмайды. Үшіншіден, киімде де кие болады. Сол үшін киімді де ешқашан аяқ асты етуге болмайды.